Мақта қыз бен мысық. Баяғыда мақта қыз өмір сүріпті. Өзі аппақ мақтадай үлбіреп тұрған ару екен деседі. Бір күні мақта қыз үй ішін сыпырып, шаңын сүртіп, керегесін керіп, төсенішін түзеп жүріп, кенет бір дәмді мейіз тауып алады. Көзінің қиығымен мейізге қарап қойып, мәз болып, лезде тіл үйретін тәтті дәмді кіммен бөліссем екен деп ойланып қалады. Сонан соң, мысық келе ғой, саған бір тәтті бар деп дауыстайды. Алайда кербез мысық келмейді. Мақта қыз сәл ренжіп, келмесең келме дейді де, мейізді өзі жеп қояды. Шекердей тәтті мейіз аузында еріп, қыздың жүзін бал-бұл жандырады. Дәл сол сәтте мысық келіп қалады. Неге шақырдың дейді таңырқап. Бірақ мақта қыз үндемейді. Қарап тұра береді. Мысық бұртиып, онда қатығыңды төгем дейді қиқарланып. Мақта қыз да қарап қалмай, мен сенің құйрығыңды кесіп аламын дейді. Сөйтіп мысық шынымен қатықты төгеді. Ашуланған мақта қыз мысықтың құйрығын шып еткізіп кесіп алады. Мысық енді не істерін білмей жалына бастайды. Апа, құйрығымды берші дейді. Қатығымды төле дейді мақта қыз ашуланып. Содан мысық қатық іздеуге жолға шығады. Алдымен сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші дейді. Сиыр оған, маған жапырақ әкелсең, мен саған қатық беремін дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш, маған жапырақ берші дейді. Ағаш мысыққа, мен шөлдедім, су әкелсең жапырақ беремін дейді. Мысық су іздеп бара жатса, жолда су алып бара жатқан қыздарға кездеседі. Қыздар, маған су беріңдерші дейді. Қыздар оған, бізге сағыз әкеліп берсең, саған су береміз дейді. Мысық дүкенге жүгіріп барады. Дүкенші, маған сағыз берші дейді. Маған жұмыртқа бер дейді дүкенші. Мысық енді тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауықтарды шарт қояды. Бізге дән берсең, саған жұмыртқа береміз. Мысық, енді қайттым деп тұнжырап келе жатса, алдынан жер қазып жатқан бір кішкентай тышқан шыға келеді. Мысық тап береді. Жаныңның барыңды айт, үйіңде не бар дейді. Қорыққан тышқан тыр-дыр етіп, үйімде бір табақ тары бар дейді. Маған бір уысын бер дейді мысық оған. Тышқан үйіне барып, бір уыс тарын алып шығады. Мысық сол тарыны тауыққа береді. Тауық жұмыртқасын береді. Жұмыртқаны алып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды қыздарға апарады. Қыздар оған су береді. Суды ағашқа апарып құяды. Ағаш жапырағын береді. Жапырақты сиырға апарады. Сиыр қатық береді. Қатықты мақта қызға әкеліп береді. Мақта қыз риза болып, міне енді қатығым орнына келді деп мысықтың құйрығын қайтарып берген екен. Содан бері мысықтар құйрығына сақ болып, ешкімнің қатығын төкпейтін болыпты.